Мен Бахадир Зәйдин Рахмаджанұлы, Қызылорда қаласы Нағилияс атындағы нөмір 9 мектеп гимназиясының 10 Б сыныбында орыс бөлімінде оқимын. Ұлтым өзбек, бірақ қазақпен бір ағаштың бұтағындай біргемін. Себебі тамырымыз түркіден тарайды. Осы елде дүниеге келдім. Білім ордасын табалдырығын аттадым, достар таптым. Қазақи салт-дәстүрлерді сыйлаймын, білемін, құрметтеймін. Отаным Қазақстан. Мектебімде үлгілі оқушылардың бірімін. Өзімнің сүйіп оқитын пәндерім қазақ тілі мен әдебиеті және дене шынықтыру. Білекті жүзді, білімді мыңды жығады дегендей, мені қазақ тілі мен әдебиетіне қызығушылығымды оятып, алғаш сайыс додаларына қосқан ұстазым Батырбек Алтынбайұлы. Қандай күшті, қанатты, мен жастарға сенемін. Ұстаздың жетекшілігімен республикалық пәндік олимпиаданың қалалық кезеңінен бірінші орын, облыстан екінші орын жеңімпазымын. Республикалық өзге ұлт өкілдеріне арналған қашықтық олимпиадалар, қалалық Мұқағали Абай оқулары байқауында алғыс хатпен марапатталдым және сайыстардан жүлделі орында иемдендім. Сонымен қатар мен спорттың каратэ-до түрімен кәсіби айналысамын. Спорт шеберлігіне үміткермін. Жеткен жетістіктерім де бар. Спорттың осы түрінен халықаралық, облыстық, жасөспірімдер арасындағы чемпионаттарда жүлделі орындарға ие болдым. Спорттағы кумирім небәрі 20 жасында олимпиада чемпионы атанған Бекзат Саттархановтың жолын қуып, спорт саласында ұзақ уақытқа өз қолтаңбамды қалдырып және халықаралық ареналарда топ жарып, көк туымызды желбіреткім келеді. Мен осы жыл оқушысы конкурсына бақ шабама дегендей өз бағымды сынауға келдім. Сондықтан да өз білімім мен спорттық жетістіктеріме сеніп, өзім сияқты оқушылармен сайысқа түсуге бел будым. Абай атамның бәрі ащы болса да, дертті жазады дегені сияқты, қиын болса да, ұлтқа пайдасы бар тірлікте өз үлесімді қоссам деймін. Өз ғасырымыздың жауһары болған алтын кітаптарды қолымызға алып, оңашада ойланып отырсақ, нұр үстіне нұр болар еді. Абайды, Мұхтарды, сыр топырағынан шыққан жырау, Балқы базардың рухты жазбаларын менің қатарластарымнан кімдер оқыды? Міне, мен елімнің ертеңі атамын. Үздік оқушы ретінде мойындалуым үшін осы шығармаларды оқып қана қоймай, зердеме тоқуым да қажет. Мен бейбіт елде өмір сүріп жатқаным үшін өзімді бақытты сезінемін. Сондықтан да мен өзімді үздіктер қатарынан көрінуім қажет деп білемін.